Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызға тікелей эфирде ұлттық ойын халық қазынасы атты танымдық сағат ұсынамыз. Қазақ халқының салт дәстүрінде ұлттық ойындардың орны ерекше. Ертеден келе жатқан ұлттық ойындарымыз бір кезде ұмыт болып, кейінгі жылдары қайта жаңғырып, ел арасында кеңінен таралып жүр. Ұлттық ойындарымыздың тәрбиелік мәні, оған қоса рухани байлық пен денсаулық үшін пайдасы орасан зор. Осыған байланысты оларды ата-бабаларымыз бірнеше топтарға жіктеген. Мысалы, ойын-сауық, тұрмыс салт ойындары, ақсүйек, сақина салу, бастаңғы, алтыбақан, жануарлар дүниесіне, аңшылыққа байланысты ойындар, көкпар, аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу, алтын қабақ, асау үйрету, дене шынықтыру спорт ойындары, күрес, мойын арқан және тағы басқалары болып бөлінеді. Бұл ойындардың көбісінің ежелден қалыптасқан арнайы өздерінің өлеңдері бар. Өлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, балалардың өлең жырға деген ыстық ықыласын оятып, көңілін көтереді, дүниетанымын арттырады, еңбекке баулиды, шынықтырады. Этнограф ғалымдардың айтуынша, ата-бабаларымыздан бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта қалыптасқан. Олардың ішінде тоғызқұмалақ, қуыршақ, асық ойындары Азия елдерінде тайпалық одақтар мен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамымыздағы ұлттық ойындардың негізі, шығу тегі халқымыздың көшпелі дәстүрлі шаруашылық қарекеттерінен бастау алады. Ахмет Жүнісовтың айтуынша, өзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойын-сауық түрлері бар. Зер салып байқап отырсақ, ол ойын-сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс тіршілігіне тығыз байланысты туған екен. Және де адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке, тағы басқа әдемі адамгершілік қасиеттерге баулуға бағытталған екен. Ал енді Қазақстан ұлттық энциклопедия кітабында қазақтың ұлттық ойындарының мән маңызы туралы былай деп жазылған. Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды орайластырып, дамытып отырған. Енді ұлттық ойындардың кейбір түрлеріне тоқталып өтсек. Ең алдымен көкпар. Бұл ұлттық ат ойыны. Этнографтардың айтуынша әуел атауы көк бөрі сөзінен шыққан екен. Бұрындары мал баққан көшпелі халықтар көк бөріні соғып алғанда, өлігін ат үстінде сүйрелеп, бір-бірінен ала қашып мәз-мейрам болған. Кейін ол ұлттық ойынға айналған. Көкпар Орта Азия халықтарының да сүйікті ойыны. Көкпарда дода және жеке тартыс аталатын екі түрлі әдіс қазақ арасында көп қолданылады. Екеуінде де ат пен жігіт сынға түседі. Қазір көп жерде дода тартыс қана ойналып жүр. Жеке тартыс әдісі ұмытылған, не іске қосылмаған. Көкпардың бұл түрі көрерменді қызыққа бөлейтін әдіс. Жеке тартыстың шарты бойынша қарсыластар өз тобынан екі-екіден тартыскерлер шығарады. Сайланған 4 жігіт өздерінің қайрат күшін елге танытады. Тартылған серкені бір бала өңгеріп алып, алдын ала сарапшылар белгілеген 1,5 шақырымдай жерге апарып тастайды. Тартысқа шыққан жігіттер серкеге барғаннан кейін таласа тармаса тұрып, жерден іліп алу амалын жасайды. Қайсысы бұрын іліп алса, тақымына басып, қарсыласына ырық бермеуге тырысады. Ол да жармасып, бос сирақты тақымға басып, тартыса бастайды. Серіктері жолдастарын жебейді. Қайсысы көкпарды жұлып алса, сергіне береді. Ол топқа қарай ала қашып, қарсыласы қуалайды. Жетіп ұстаса, қайтадан тартысады.
Сөйте көрерменге де жақындайды. Осы арада көкпарды жұлып алған жігіт тез қимылдап қарсылас топқа апарып тастайды. Ал аты ұшқыр жүйрік жігіттер түптегі тартыста лақ қолына тисе жеткізбей кетуі мүмкін. Көкпар тартуға араласа алмайтын қарттар, балалар көкпаршы жігіттердің осы ойынынан ләззат алады. Жүйрік ат пен мықты жігіттің қайратына сүйсінеді. Біраздан кейін серкенің терісі жыртылып, сүйегі сөгіле бастайды да, ел жапа-тармағай тартысқа кіріседі. Бұл дода деп аталады. Мұнда да мықты жігіттер мен жақсы ат көзге түседі. Мықты жігіттер жүйрік атты жігіттерге топтан көкпарды шығарып береді. Олар ала қашып, ерекше бір жақсылығы бар үйге апарып тастайды. Салт бойынша ол үй жаңа көкпар береді. Осыдан арғы көкпардың бәрі дода әдісімен өтеді. Келесі ойын түрі бұл күрес. Қазақ халқының бірге жасасып келе жатқан ұзақ тарихы бар ойын. Адамның жеке күш қайраты сынға салынады. Бұл тұста ел жастарды күш атасын танымас деп қайрайды. Бұл күштілерді даралыққа итермелеу емес, жігіттер сайыс майданына түскен кіммен болса тайсалмай күресуге тиіс. Қарсыласқысы келгеннен аянбау керек. Күрес қазақ арасында күні бүгінге дейін сақталып келеді. Халық оны тәлімдік маңызына ерекше көңіл бөліп дәріптеген. Келесі ойынның түрі мойын арқан. Жек күш сынасатын ежелгі халық ойыны. Жігіттер тойда, жазғы сауықта сайысқа түседі. Көгал алаң таңдалып, ұзын арқанның екі ұшы тұйықталып түйіледі. Алаңның ортасынан белгі үшін белдеу сызық сызылады. Қос қанаттың ұзындығы тепе-тең мөлшерде сайыскерлер тұратын меже белгіленеді. Сайысқа қалаушылардың бәрі түседі. Сарапшылар олардың шама шарқын мөлшерлеп, теңдесімен тартысқа түсіреді. Ойынды басқарушы тұйықталған арқанды сайыскерлердің мойнына кигізіп, екі саласын қолтықтың астынан өткізеді де тартысушыларды жерге тағандатып қояды. Белгі берілген кезде екеуі екі жаққа қарай тартуы керек. Дайындық шаралары біткеннен кейін бастаушы тартысқа рұқсат етеді. Сайыскерлер бірін-бірі шегіншектеніп сүйрей жөнеледі. Алаң ортасындағы белдеу сызықтан қарсыласын шегіншектете сүйреп өткізген сайыскер жеңіске жетеді. Келесі ұлттық ойын түрі бұл алтын қабақ, яғни жамбы ату деп атайды. Шауып келе жатқан аттың үстінен нысананы дәл көздеп атып түсіру. Бұл ойынның нұсқалары басқа халықтарда да кездеседі. Шығу тегі әскери ойынның пайда болуымен байланысты болған. Оның қажеттігі 18 ғасырға дейін сақталған. Бұндай жарыс өткізілетін мерекелерде биік бағана болмаса, ұзын сырық қадалып, оның ұшар басына нысана ретінде жамбы, күміс құймасы ілінетін болған. Оны қылмен немесе жібек жіппен байлаған. Атпен шауып келе жатқан кісі садақ пен жамбыны атып түсіріп, жеңіске жетуге тырысқан. Нысананы дәлдеудің басқа да түрлері кездескен. Мысалы, жерде тұрып немесе ат үстінде отырып мылтықпен атуды қолданылған. Жамбы ату жігіттерді шабандоздыққа, мергендікке үйретуде елеулі рөл атқарған. Келесі ойын бұл асау үйрету. Ел жайлауға шығып жайғасқаннан кейін 5-6 күн өткен соң бие бау орны таңдалып, желі тартылады. Бұл уақытқа дейін құлындар жетіліп ширайды. Жігіт желең жүйрік атқа мініп, жылқыларды шашау шығармай қайырып тұрады. Қолына құрық ұстаған қарулы жаяу жігіттер құлындарды бұғалықтап ұстайды. Асау құлындарды бұлқынта арпалысып жүріп, басына ноқта кигізеді де желіге байлайды. Барлық құлын байланып болған мезетте әжелер бастаған қыз-келіншектер желі басына дастархан жаяды. Әжелер ырымдап ақ мол болсын деген ниетпен желі қазығының басына айран құйып, жаманшылықтан аман болу үшін құлындардың маңдайларына қатық жағады. Қариялар болса ақ баталарын береді. Ақ тілеуге арналған ас ішіліп болғаннан кейін балалар асау тай мен құнандарды үйрету ісіне кіріседі. Үйір ішіндегі асауларды құрық салып ұстайды да, мықты жігіттердің көмегімен шыралап тұрып ерттейді. Өзіне сенімді біреуі мінеді. Арқасына артылған жүкті аударып тастау үшін асау тулай жөнеледі. Аспанға шапшып, басын тұқырта мөңкіп қайсарлана тулайды.
Асауға мінген жігіт осы бір адуын арпалыстың қыбын тауып, құлап қалмаудың амалын жасайды. Батылдығымен елді сүйсінтеді. Асау үйрету әдетте екінің бірінің қолынан келе бермейді. Асау үйретушінің айла тәсілін үлкен кіші тамашалайды. Бұл да жігітті сынға салатын қызықтың бір түрі. Келесі ұлттық ойынның бір түрі бұл ақсүйек деп аталады. Ай сүттей жарық түндері жазды күні қыздар мен жігіттер, балалар араласып ойнай береді. Кешке мал келіп қораланып болғаннан кейін күзет түрінде ауыл шетінде ойын басталады. Ойынға ерте кезінде ірі қараның қу жілігі пайдаланылған. Күн көзінде ұзақ жатқан жіліктің қурап, ақсөңке болып қалатыны белгілі. Ол кез келген жерден ұшырайды. Осыған орай ойын ақсүйек атанған. Ойынға келгендер екі топқа бөлінеді. Бастауыш ақсүйекті әуелетіп алысқа лақтырады. Басқалар ай сәулесіне шағылысқан жарқылдаған ақсүйектен көз айырмай қарап, қай шамаға түсетінін бақылап отырады. Ақсүйек жерге түскен соң бастаушы ал іздеңдер деп бұйырады. Бәрі іздей жөнеледі. Ақсүйекті тапқаны мен таптым деп айқайлайды да, ақсүйекті жоғары көтеріп көрсеткеннен кейін сөреге қарай жүгіре жөнеледі. Қарсыластары оны қуып жетіп алып ұстауы тиіс. Ұсталып қалса, ол ақсүйекті өзін ұстаған ойыншыға береді. Ол әрі қарай жүгіреді. Сөйтіп ақсүйекті қай топтың ойыншысы сөреге жеткізсе, қарсы топтағылар жеңілген есебінде ән салып береді. Ойын осылайша жалғаса береді. Келесі ойын түрі бұл сақина салу, ақ шамшық. Жеребе арқылы бір қыз бен бір жігіт ортаға шығады. Басқалары екі қолдарын уыстаған күйі тізелерінің үстіне қойып отырады. Қыз қолындағы сақинаны әр ойыншының уысына салғандай ыңғаймен ойынға қатысушыларды түгелдей бәрін аралап шығады. Одан кейін жігітке сақинаны тап деп бұйырады. Барлық ойыншы сақинаны іздей бастаған жігітке қарап, қуыстанып, сезіктенгендей кейіп танытады. Жігіт өзі ұйғарған ойыншыдан сақинаны бер деп сұрайды. Егерде тапса, сақинаны ұстап отырған ойыншы айып тартады, ал егер таппаса, іздеушінің өзі айып тартады. Ал айыптың өтеуіне көпшіліктің қалауы бойынша жаңылпаш айту, салмақ көтеру, ән салу, жұмбақ шешу сияқты осындай тартулар болады. Осыдан кейін ортаға келесі жұп, яғни қыз бен жігіт шығарылады. Бұл ойында қыздар жағы тек қана сақина салушы, ал іздеуші ол жігіт жағы. Ол әр ойыншының алдына барғанда әзіл айтып, күлдіріп жүру керек. Осы әдіс арқылы сақинаны ұстап отырған ойыншыны сезіктендіріп барып, тауып алуы ықтимал. Келесі ойын бұл алтыбақан. Бұл жастардың кешкілік бас қосып, ән айтып, домбыра тартып, қыздар жігіттер болып, айтысып, бір-бірімен әзілдесіп, көңіл көтеретін ойын сауығы. Қазірде үлкен тойларда алтыбақан құрылады. Алтыбақанды құру мынандай тәсілмен жүзеге асырылады. Алтыбақанды сырықтың екі басын үш-үштен қосақтайды да, мосы тәрізді етіп байлап тастайды. Бақанның аша тармағы сырыққа кигізіліп тұруға тиісті. Алтыбақанды құрастырып болғаннан соң, оның екі басына үш қатар арқан байланады. Арқан тартпақ, оны арқан тартыс деп те атайды. Бұл ойынның екі түрі бар. Біріншісі жазда көгал үстінде, екіншісі қыста қар үстінде ойнатылады. Жазда ойыншылардың саны 10 баладан көп болмаса, ойын қызықты болады. Ойынға ұзындығы 8-10 метрлік екі ұшы түйілген арқан әзірленеді. Оның тең ортасына белгі ретінде қызыл матаны байлап қояды. Ойынға қатысушы екі топтағылар өз жағында бойларына қарай сап түзеп, ойын бастауға белгі берілген кезде арқанды өз жағына қарай тартады. Қыста 10-15 бала тартқанда үзілмейтін арқан таңдап алынып, үлкен адамның алақанының көлеміндей екі тақтайдың ортасынан өткізіліп, ортасына аққала үйіліп, екі жақ оны өзіне қарай құлату үшін тартады. Келесі ойын түрі бұл аударыспақ. Ол қазақ, қырғыз халықтарының арасында кең тараған ойын. Атқа мінген екі жігіт жекпе-жекке шығып, бірін-бірі аттан аударып тастауға тырысады. Аударыспаққа үлкен тойларда арнайы жүлде тағайындалады. Оған 18 жастан асқан қарулы жігіттердің қатысқаны жөн.
Аударыспақ ойынының ережесі бойынша сайысқа қатысушылар салмақтарына қарай 3 топқа бөлініп, күш сынасады. Ептілікті, күштілікті, тапқырлықты, батылдықты талап ететін спорттық ойын түрі. Келесі ойын бұл айгөлек. Оны қыз-жігіттер 2 топқа бөлініп, қаз-қатар тұрып, бірінің қолынан бірі ұстап ойнайды. Бір топтың ойын бастаушысы айгөлек-ау, айгөлек, бізден сізге кім керек деп сұрайды. Екінші топтағы ойын бастаушысы айгөлек-ау, айгөлек, айдың жүзі дөңгелек, сізден бізге дос керек деп бір адамның атын атап шақырады да, аты аталған адам бар пәрменімен жүгіріп келіп, шақырған топтың тізбесін үзіп кетуге тырысады. Тізбекті үзіп кетсе, ол топтан қалаған адамын алып кетеді, ал үзе алмаса, сол топта қалады. Ойын екі жақтың бірінің адамдары таусылғанша ары қарай жалғаса береді. Келесі ойынның түрі бұл тымпи. Ойынға қатысушылар шеңбер жасап дөңгелене отырады. Біреуі ойынды жүргізуге белгілейді. Ал ойынды бастаймыз, бәрін түгел тым-тырыс тымпи деп бұйырады. Бұдан кейін бірде-бір ойыншы дыбыс шығармауы, үн қатпауы керек. Алайда бастаушы ғана сөйлеуге ерікті. Ол адам күлдіретін іс-әрекеттер, қимылдар жасайды, әзіл-қалжың өзінің сөздерін айтады, жыр айтады. Ешқайсысы шамданбайды бұл жерде, өйткені ойынға қатысушылардың аты әлгідей қалжың өлеңге қосылмауы керек. Әзілі де сықағы де өтпесе, бет-аузын тыржыңдатып әртүрлі құбылтады. Қолайсыз қимылдар мен құбылыстар жасап қозғалады. Жаңылыстыру үшін неше алуан сұрақтар қойып көздеріне де төнеді. Біреу егерде абайсызда жаңылып сөйлесе немесе күліп жіберсе, айып тартады. Яғни өлең айтады, ән салады, би билейді. Сондықтан да ойынды жүргізуші бұл жерде тілмәр, әзілкеш және де күлдіргі болуы керек. Келесі бұл ойын түрі, ұлттық ойынның бір түрі ине жасырмақ. Жастардың бас қосуында көбінесе үйде ойналатын ойын, қажетті бұйымдар ине және домбыра. Ойын шарты, ойыншылар ең алдымен бастаушыны сайлайды, ол біріншіден тәртіпті бақылайды, екінші домбырада немесе басқа да музыкалық аспапты ойнайтын кісіні табады, үшіншіден ойын ережесін түсіндіріп, екі ойыншыны таңдайды. Ойыншының біреуі бөлмеден шығып кетеді, үйде қалған екіншісі инені өз бойындағы киіміне жасырады немесе басқа біреуге береді. Бастаушының белгісі бойынша үйге қайта оралған іздеуші инені ойынға қатысушылардың жағасынан, бас киімдерінен іздей бастайды. Іздеуді жеңілдету үшін музыкант домбырада ойнап отырады. Егерде іздеуші ойыншы нысанаға жақындай түссе, домбыра күмбірлей жөнеледі, ал егер нысана тұсынан іздеуші өтіп кететін болса, домбыра үні бәсеңдейді. Іздеуші инені бар кісіге жақындаған не алыстаған сайын, домбырашы оны әрқилы сарынмен бағыттап дәлдеп отырады. Нысанаға дөп келген іздеуші ине осындау деген кісіні әбден тінте тексеріп, инені табуға тырысады. Ине жасыра алмаған кәде бойынша ән салып, әзіл айтып, айып төлейді. Ал табылмаса, іздеушінің өзі айып тартады. Ұлттық ойынның тағы бір түрі бұл теңге алу. Жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып, іліп алу, ептілікті, ат құлағында ойнайтын шабандоздық тәжірибені талап етеді. Теңгені жерден іліп алғандарға бәйге беріледі. Бұрындары қазақ жігіттері атпен шауып келе жатып, қолындағы қылышымен жерде жатқан тезекті түйреп алып, көкке лақтырып жіберіп, оны жалма-жан қылышымен екіге бөліп шауып түсіретін. Келесі ұлттық ойынымыздың бір түрі бұл қыз қуу деп аталады. Ол ұлттық ат спорты ойыны. Қазір бұл ойынның ережесі жасалып, бір жүйеге келтірілді. Қазақстандағы қыз қуудың алғашқы спорттық жарыстары 1923 жылы өткізілді. Содан бері мерекелік бағдарламаларға енгізіліп келеді. Қыз қуу жарысында атқа мінген жігіт айналып қайтадан жерге дейін алдында атпен шауып бара жатқан қызды қуып жетіп, оны бетінен сүюі керек. Бұл жігіттің жеңгені. Ал егер қуып жете алмаса, қайра шапқан қыз жігітті оның атын қамшының астына салады. Бұл қыздың жеңгені деп саналады. Ұлттық ойындардың көптеген түрлерін айтып өттім. Бұл яғни барлық түрі емес. Қазақтың ұлттық ойындарының көптеген түрлері, мінекей сіздердің алдарыңызда оқулықтар тұр.
қазақтың ұлттық ойындары деп аталатын осы оқулықтарда көптеген ойынның түрлері жазылған, мағыналары мен қалай ойналады, осының барлығы де жазылған. Ұлттық ойындар қазақ халқының ежелгі мәдениеті мен өнерінен де ешкімнен кем болмағанын байқатады. Қазақ халқы ұлттық ойындарға бай халық. Ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып жатыр. Ата-бабаларымыз ұлттық ойындар арқылы ұрпақтың мықты әрі жігерлі болып өсуіне ықпал етіп, олардың береке бірлігі мен ынтымағын жарастырып отырған. Шындығына келсек, өмір сүруімізде ұлттық ойындардың атқаратын міндеті айрықша. Қазақ халқы материалдық мұраларға қоса мәдени қазыналарға да аса бай халықтардың бірі. Халқымыздың ұлттық ойындары баланың еңбекке деген қарым-қатынасы мен ойлау қабілеттерін арттырады және баланы шымыр да епті, зерек те алғыр, тапқыр да парасатты болып өсуіне тәрбиелейді. Ұлтымыздың асыл қазынасы болған ұлттық ойындарымызды жоғалтып алмай, ұрпақтан ұрпаққа жетуін насихаттап, халқымыздың, баршамыздың міндетіміз деп білейік. Құрметті оқырмандар, бүгінгі қазақтың ұлттық ойындарына арналған танымдық сағатымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.